Бүгінгі сабағымызда жаңағыдай белгілеулер енгізу әдісіне мысалдар тағы да келтіреміз. Мына жерде синус x плюс-минус косинус x, синус x және косинус x арқылы өрнектеліп тұрған функция болса, жаңа теңдеуде, онда біз синус x плюс косинус x-ті немесе синус x минус косинус x-ті т айнымалысы арқылы белгілеп аламыз. Енді осы белгіленген өрнектің екі жағында квадраттап жіберетін болсақ, оң жағында t квадрат, сол жағында синус x плюс косинус x-тің квадраты немесе синус x минус косинус x-тің квадраты болады. Егер біз бұл жақшаны қысқаша көбейту формуласы бойынша ашатын болсақ, синус квадрат x қосылған косинус квадрат x, оның мәні 1 болады. Ал синус x пен косинус x-тің екеселенген көбейтіндісінде, егер екі өрнектің арасында қосу таңба болса, қосу таңбасымен жазылады, ал азайту таңбасы болса, азайту таңбасымен жазылады. Осы теңдіктен синус x косинус x-ті тауып алу үшін біз плюс 1-ді теңдіктің бір жағынан екінші жағына минус 1 деп өткіземіз. Содан кейін плюс-минус 2-ге мүшелеп бөліп жібереміз. Сонда бізде мынандай теңдеу шығады. Мына жерде плюс-минус болады. Плюс-минус. Яғни, егерде таңба плюс болса, онда ол плюс 2-ге бөлінеді. Минус болса, онда минус 2-ге бөлінеді. Сонда біз берілген тригонометриялық теңдеуді жаңа айнымалы енгізу арқылы алгебралық, мына түрдегі алгебралық теңдеуді шешуге келтіріп аламыз. Осы жердегі т-ның мәнін тауып алып, одан қайтадан өзінің орнына қойып, қарапайым тригонометриялық теңдеуді шешуге келтіреміз. Енді осы айтылғанға нақты мысалдар келтірейік. Мына көріп отырған теңдеулерімізді жаңаға айтылған формуланы пайдаланып шешейік. Яғни бұл жерде синус x пен косинус x-тің қосындысы тұр, және синус x пен косинус x-тің көбейтіндісі тұр. Біз қосындысын белгілеп аламыз. Синус x қосылған косинус x-ті т деп белгілеп алатын болсақ, онда екі жағын бірге квадраттап жібереміз. Квадраттаған кезде не шығады бірден жазып алайық. Квадраттап жіберсек, синус квадрат x қосылған косинус квадрат x қосылған 2 көбейту синус x косинус x шығады, тең т квадрат. Ал синус квадрат x пен косинус квадрат x-тің қосындысы 1 екенін білеміз. Оны біз теңдіктің екінші жағына минус 1 деп өткіземіз, ал көбейту 2-ні бөлу деп өткіземіз. Сонда мынандай өрнек шығады. Синус x көбейтілген косинус x тең болады екен т квадрат минус 1 бөлінген 2-ге. Енді жаңағы берілген теңдеудегі синус x плюс косинус x-тің орнына т-ны, ал енді синус x көбейтілген косинус x-тің орнына т квадрат минус 1 бөлінген 2-ні қоямыз. Сонда теңдеу мына түрде болады. т-ны қойсақ, т минус 2-нің өзі жазылады. Ал енді синус x көбейтілген косинус x-тің орнына т квадрат минус 1 бөлінген 2-ні қоямыз, тең теңдіктің оң жағында 1. Енді 2 мен 2-ні қысқартып жібереміз, және бөлшектің арасында минус таңба тұрғандықтан бөлшектің алымындағы таңбаларды қарама-қарсы таңбаға өзгертіп жазамыз. Сонда т минус т квадрат плюс 1 тең 1 болады. Енді теңдіктің оң жағында да сол жағында да 1 тұр. Олардың жойылып кететінін білеміз. Олай болса т минус т квадрат тең 0 теңдеу шығады. Одан ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып жіберсек, 1 минус т тең 0. 1 минус т тең 0. Онда т-ның бірінші мәні 0-ге, ал т-ның екінші мәні 1-ге тең болып шықты. Енді осы табылған мәндерді өзіміз бағанағы белгілеп кеткен жерге апарып қоямыз. Ең бірінші біз 0-ді қояйық. Сонда синус x плюс косинус x тең 0 теңде десек, онда екеуінің қосындысы 0 болу үшін синуста косинуста 0 болмау керек. Егер косинус 0 десек, онда синуста 0 болып қалады. Айтқанымыздай, синус пен косинустың бірдей уақытта 0 болатын мәні жоқ. Олай болса, косинус x-ті 0 емес деп екі жағында косинус x-қа мүшелеп бөліп жібереміз. Сонда синус x-ті косинус x-қа бөлсек тангенс x плюс косинус x-ті косинус x-қа бөлсек 1, 0-ді косинусқа бөлсек 0. Енді плюс 1-ді оң жаққа минус 1 деп шығарып жіберсек, тангенс x тең минус 1 болады. Бұдан x-тің мәні минус тангенстің минус 1 болатын мәні пи бөлінген 4. Аргументтің мәні, сонда плюс пи к зет чинынан дейміз.
Яғни бұл бірінші теңдеудің түбірі болады. Енді тінің орнына бірді қойып есептейміз. Енді бірді қоятын болсақ, синус x қосылған косинус x тең 1 дейміз. Синус x плюс косинус x қосылған 1. Енді бұны біз қосымша бұрыш енгізу әдісімен шешетін болсақ, 2-ден түбірасында 2-ге көбейтіп жіберейік бәрін. 2-ден түбірасында 2-ге. Сонда бізде мынандай шығады. 2-ден түбірасында 2 синус x плюс 2-ден түбірасында 2 косинус x тең болады 2-ден түбірасында 2. Енді бізде синус x бар, онда 2-ден түбірасында 2-ні косинус түрінде жазатын болсақ, былай деп жазуға болады. Синус x көбейтілген косинус пи бөлінген 4-тегі мәні. 2-ден түбірасында 2 болады. Тура сол сияқты косинус x-дің өзін жазамыз, ал мына синус пи бөлінген 4-тегі мәні 2-ден түбірасында 2 дейміз. Енді синус пен косинустың қосу формуласын еске түсірсек, мынау синус үшін жазылады. Синус x плюс пи бөлінген 4 тең болады 2-ден түбірасында 2-ге. Бұдан x плюс пи бөлінген 4 тең болады. Синустың 2-ден түбірасында 2-ге тең болғандағы теңдеуін шешу үшін минус 1-дің к дәрежесі, арк синус 2-ден түбірасында 2-дегі мәні пи бөлінген 4 плюс пи к. Бұндағы к зетчиннан дегенбіз. Плюс пи бөлінген 4-ті екінші жаққа минуспен өткіземіз. Сонда минус 1-дің к дәрежесі пи бөлінген 4 минус пи бөлінген 4 плюс пи к болады. Бұндағы к дегеніміз зетчиннан алынған. Сонымен берілген теңдеудің түбірлері екі жағдайда да анықталды. Минус пи бөлінген 4 плюс пи к және минус 1-дің к дәрежесі пи бөлінген 4 минус пи бөлінген 4 плюс пи к болды.